Титаник апаты. 1909 жылы ағылшынның ең үздік ұсталары әлемдегі ең ірі лайнер Титаникті 3 жылдың ішінде құрастырып шықты. Осы 3 жылдың ішінде 8 адам қаза тауып, 240 адам ауыр жарақат алды. Титаниктің ұзындығы 269 метр, ені 28 метр, биіктігі 11 қабатты үймен тең, ал салмағы 46.328 тонна болатын алып кеменің құрылысына кеткен қаржы 7,5 миллион ақш доллары. Титаниктің қозғалтқышы 55.000 ат күшіне тең. Кеме қозғалысы үшін 180 адамның күшімен күніне 825 тонна көмір жағып отырған. Осындай алып кеме Титаникті жасаған ағылшынның ең білікті ұсталары мен есепшілері теория бойынша Титаниктің 60%-ын су алса да кеменің суға батуы мүмкін емес. Бұл кемені тіпті Құдайдың өзі батыра алмайды деп менменсіп айтқан еді. Жалғасы келесі бөлімдерде. Титаник апаты. 1912 жылдың 10 сәуірінде атағы бар әлемге әйгілі Титаник жолға шықты. Кемеде жалпы 2224 адам бар еді. Олардың ішінде 10 ірі миллионер болды. 1912 жылдың 14 сәуірінде түнгі сағат 23:40-та айсбергке оңбай соғылды. Капитандар айсбергті апаттан 37 секунд бұрын ғана көрген еді. Сол сәтте кемені жедел бұруға бұйрық берілгенмен барлығы өте кеш еді. Титаниктің ішіне су толып кеменің бір жағы мұхитқа бата бастады. Адамдар қатты қорыққаннан өздеріне қол сала бастады. Сол кездегі мұхит суының температурасы шамамен -2 градус болған деседі. Бұл дегеніңіз адамды 10 минутта қатып өлтіретін температура. Көп ұзамай Титаник екіге қақ бөлініп, Атлант мұхитының 4 километр тереңдігіне батып кетті. Осылайша Құдайдың өзі батыра алмайтын Титаник 2 сағат 40 минуттың ішінде толығымен суға батып кетті. Титаникті суға батырған себептер: Титаник сапарға шықпай тұрып кемеде 3 қабатты үйдің үлкендігіндей көмір қоймасында өрт кеткен деседі. Осы өрттің кесірінен кеменің металл сауытының төзімділігі 75%-ға дейін төмендеген. Тіпті кеменің өрттен пайда болған қара дағын көрсетпес үшін кеменің өртенген жағын жағалауға қаратып қойған. Тағы бір себеп: мұндай алып кемеде бірде-бір дүрбінің болмағаны. Былай тұрсын, кеме қуатты жарық түсіретін құралдармен жабдықталмаған. Оған қоса Титаник суға бататын күні жол жөнекей өткен кемелерде жақын маңда айсбергтер бар. Сақ болыңыздар деген бірнеше ескерту алған. Алайда капитандар бұл ескертуге аса қатты мән бермеген. Осы жауапсыздықтың кесірінен 1503 адам қайтыс болды. Тек 705 адам ғана аман қалды. Кемені құрастырушылар өкінішке орай қауіпсіздікке қарағанда көбінесе сән мен жылдамдыққа көңіл бөлген болған.